Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1-ші сынып әліпби 88-ші сабақ С дыбысы мен әрпін қарастыратын боламыз. С дыбысы қазақ әліпбиінде қолданылатын дауыссыз дыбыс қатарына жатады. С дыбысын әріп түрінде көбіне кірме сөздер кездеседі. Мысалы, цирк, цех, цемент, циркуль, процент деген сөздерде кездеседі. Ал буында қолдануы сөздің басында, ортасында, соңында келе алады. Мысалы, цирк деген сөзінде Ц әріпі басында кездеседі. Полиция дегенде ортасында кездеседі. Процент сөзінде соңында кездеседі. Ал балалар, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Ал тапсырмаларға зер салайық. Парағымыздың оң жағына қарап көрейікші. Не нәрсе бейнеленген екен? Әрине, цирктің іші бейнеленген екен. Ол жерде әр түрлі өнер адамдары өз өнерлерін паш етеді. Сында көрсетілген суретке назар аударайық. Жасырынған сөзді тауып көрейік. Кәне, әрине ол цирк сөзі екен. Ал балалар, Ц әріпін жазбаша түрде жазып шығайық. Және Ц әріпін жіптен жасап көрсетейік. Және де бізге берілген екінші тапсырмамызға назар аударайық. Бізге берілген кереметтей Ц әрпінен кездесетін сөздерді бірге буынға бөліп оқып шығайық. Цех, цирк, цемент, мотоцикл. Ал балалар, циркте деп аталатын тақырыбы бар мәтінімізді буындап бөліп оқып шығайық. Циркте. Мен циркке жиі барамын. Өйткені онда бәрі қызық. Хайуанаттар өнер көрсетеді. Аю велосипед тебеді. Піл доппен ойнайды. Сайқымазақтар көрермендерді күлдіреді. Қандай керемет мәтін, өзіміз үшін тағы оқып шығайық. Ал балалар, келесі тапсырма бізде ребусты шешу екен. Ребусты шешу үшін берілген сөздерді тауып, оның алдыңғы және артқы жағындағы кейбір әріптерді алынып тасталып, бір теңдей сөз шығару қажет. Ал шығарып жазып көрейік. Ең бірінші бізде күннің суреті бейнеленген. Күн, яғни одан кейін екі үтір сияқты шама берілген. Ол жерде екі артқа әріпті алып тастаймыз. Сонда К әріпі жазылады бірінші. Одан кейін 10 және Ц әріпі берілген. Оны тура солай көшіріп жазамыз. Одан кейін керіктің суреті берілген. Керік сөзінде алғашқы бірінші әріпін және соңғы екі әріпін алып тастаймыз. Сонда Р әріпі жазылады. Одан кейін оттың суреті берілген. От сөзінде алғашқы әріпті алып тастаймыз. О әріпін алып тастасақ, Т әріпі қалады. Т әріпін жазамыз. Ал балалар, бізде толыққанды концерт сөзі шықты. Ребусты бірге шештік, жарайсыңдар. Ал балалар, келесі сабаққа дейін кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Каналымыз ұнаса, лайк басып тіркеле кетіңдер.